Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер, құрметті оқырмандар. 2021 жылғы «Бір ел, бір кітап» акциясы тәуелсіздігіміздің 30 жылдығына орай енген 30 кітапты насихаттау аясында кітапханамызда жоспар құрылды. Поэзия, проза, драматургия, балалар әдебиеті, аударма болып бөлінген бұл кітаптар оқырмандар назарына жыл бойы әртүрлі шаралар ретінде ұсынылады. Бүгінгі біздің шолуымыз проза саласынан ұсынылып отырған 6 кітапқа арналады. Тынымбай Нұрмағамбет «Періштелердің өлімі», Тобық Жармағамбетов «Отамалы», Сәуле Досжан «Қасірет пен тағдыр», Юрий Серебрянский «Дәмді де пайдалы қазақстандық әдебиет», Дәурен Қуат «Бөрі соқпақ», Тұрысбек Сәукетай «Жел қайық». «Періштелердің өлімі» романы көрнекті жазушы Тынымбай Нұрмағамбетовтың жаңа туындысы. Қаламгер бұл шығармасында бүгінгі заманның ащы шындығын шұрайлы тілмен суреттей отырып, сан алуан тағдырлы адамдардың көркем бейнесін сомдайды. Ауыл өмірін жақсы білетін сөз зергерінің жаңа романы бірін-бірі толықтырып, дамытып отырған оқиғалар желісі арқылы да оқырманның бірден баурап алады. Шығарма әлеуметтік терең астарымен де, кейіпкерлерінің жан дүниесі аса шеберлікпен аша білуімен де ерекшеленеді. Жазушының бұл толымды еңбегі қазақ әдебиетінің шоқтығының биіктігінен бітімі бөлек роман. Романның «Періштелердің өлімі» деген атауы назар салыңызшы. Періштелер деген Ералы, Байшұбар, Шертай емес, солармен бірге кеткен болмыстар, мінездер. Адам жанының диалектикасын түсіну қиын ғой. Бір тереңнің ішінде мың құбылған бейне бар. Сол мыңның ішінде қазақи болмысы да бар еді. Тынымбай Нұрмағамбетовтың «Періштелердің өлімі» романы оқырман ойын сан жаққа жүгіртеді. Адамның адам болып қалуы шекспирлік сұрақ қой. Адам бейнесін жоғалтқан күні хайуанға айналады. Ұлт ерекшелігін жоғалтқан күні де өзде жойылады. Бұл астасып жатқан сұрақтар, ажырамас алуандар. Тынымбай прозасына жолыққан сайын тынымсыз ойларға кезігетінің де сондықтан. Отамалы әңгімелер мен хикаяттар. Отамалы кітабы бұл ақтөбелік талантты жазушы Жармағамбетовтың баспа бетін көрген тұңғыш туындысы. Бұл аңыз көктемде қар еріп, жер жалаңаштанғаннан кейін кенеттен ызғырықтан қайта соғып, боран қақап кеткендегі еріксіз еске түседі. Сондағы соққан долы жел солтүстіктегі мәңгі мұз тауларының арасында ұмыт болып қалған аңызды сары далаға қайта айдап келеді. Аңыздан арына тартқан шым-шымыр әңгімесінің көтерген жүгі зілмауыр. Желмен бірге жеткен шер құлазыған қазақ даласының тарих қатпарларына айналған көне кескін көзіне көлбеңдетеді. Жазушының трагедиялы әңгімесінің бас геройы отамалы қойшы. Танауының астынан арғыны көрмейтін бай мен қойшы арасындағы әңгімені жазушы Жармағамбетов шымыр диалогтармен шебер өрнектейді. Әңгімесінің соңғы парағын жапқанда қош жаңарың боталап, жан дүниенің құлазып, жүрегіңе жақын жайсан жанды жоғалтып алғандай күй кешесің. Міне жазушы шеберлігі, бұл қалам қуатының күштілігі, бұл отамалы повестке бергісіз әдемі әңгіме. Сәуле Досжан «Қасірет пен тағдыр». Аталмыш кітапта социалистік режим құрбандарына айналған Семей өңірі тұрғындарының қасіреті айтылады. Романның желісінде кітаптың бас кейіпкері аяулының бастан өткен қиын тағдырды баяндалады. Радиация кеселінен қырылған халықтың арасында ол жары мен перзентінен, ата-анасынан айырылады. Мәселен, аяулымның әмірдің денсаулығы туралы оқиға өрбітетін алдын ала жел сызған қабірге жатуы, гидрофицилия диагнозбен дүние есігін ашқан сәби туралы қызыл қызғалдақтың қап-қара болып солып кетуі, Гүлмайдың бөрімен тілдесуі, бәрі көркем шығарма оқиғасын анымды көрсетілуінде қолданылған мистикалық акценттер. Ал алғашқы реплика роман жанрының негізгі талабына сай сәтті жазылған. Оқиға Семей жерінде өтеді де, келесі оқиға аяулымның туған өңірі Алматы облысында оның балалық шағымен жалғасады. Семейдің әлі
бойы тартар азабын көркем тілмен өрнектей білген Сәуле Мағазымбетқызының бұл шығармасы терең тарихқа жетелейтін шығарма. Елімізде қасіреттің қара бұлты торылмасын, қасірет мәңгілік келмеске кетсін деп тілейміз. Жазушының әрбір шығармасын асыға күтеміз. Бұл романында да оқырмандарды бей-жай қалдырмайтыны анық. Юрий Серебрянский. Книга о вкусной и здоровой казахстанской литературе. Дәмді де пайдалы қазақстандық әдебиет жайлы кітап. Сборник эссе о казахстанской литературе периода независимости. 25-летию фонда «Сорос Казахстан» вышла книга Юрия Серебрянского о вкусной и здоровой казахстанской литературе. Герои событий, победители литературных конкурсов, проводившихся фондом «Сорос Казахстан» с 1997 года, рассказывают о том, как сложилась их творческая судьба, вычерчивая линию развития современной казахской литературы. Книга будет интересна читателям, желающим больше узнать о современных казахстанских авторах и вопросах, интересующих литературу сегодня. Книга издана на русском и казахском языках для широкого круга читателей. Дәурен Қуат Бөрісоқпақ. Жазушы ақын болуға таласқан үшеудің әңгімесінен бастау алатын Бөрісоқпақ әңгімесінде де қаламгердің жан түкпірінде толып жатқан бір күйді шертеді. Ұлы даланың қай қиырында да бөрінің соқпағы бар. Бұл әңгіме әуелдегі түркі халқының көнеден жеткен қасқыр ана туралы аңыз әңгімесін еске салды. Сондай-ақ кеше мен бүгіннің аражігін талдап, таразылап көрсетеді. Қасқыр емгенбіз, қазір енді бөтелке емеміз, сол баяғы үшеудің әңгімесі бұл. Бірақ осы екі сөйлеммен жүрегінің зырқ ете қалғаны өзіне байқалмауы мүмкін. Осы бір-екі ауыз сөзді ғана заман демейік, азып тозған адамның нақты мінезі мен тағдыры жатыр деуге болады. Дәурен Қуаттың кейіпкерлері өзіндік бітім болуымен, мінез құлқымен ерекшеленеді. Жазушының шығармасының өзегі де дәл табу, образды даралау, оның өзара сабақтастыру мәдениеті оқырманға бірден аңғарылады. Бір ғажабы, әр әңгімесінде қазақ дейтін қасиетті ұлттың топырағында жаралған ұлы аңыздар, тарих, шежіре айтылады. Бұл ұлттың рухына алға бастап барады. Тұрысбек Саукетайдың Желқайық кітабы. Көп салалы, күрделі роман. Ұлттық қарсаңындағы қазақ қоғамының әлеуметтік халы, рухани болмысы, психологиялық кең ауқымда көркемдік қуатпен барынша шынайы суреттелген. Кейіпкерлердің қим-қиғаш тағдыры арқылы автор өмірдің небір шытырман қалтарыстарына терең барлау жасап, бүгінгі қайшылыққа толы болмысымыздың шынайы бейнесін ашықтауға талпынған. Шығарма тілі жүйрік, бояуы қанық, жазылу үлгісі автордың өзіне тән дара машығын айқындайды. Келіп осы кітаптарды кітапханамыздан алып оқуға шақырамыз. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.
для широкого круга читателей.